Біздің ата-бабамыз келінді өзінің баласындай құрметтеген. Сол үшін келін үйге сәбиімен босанып келетінде ол келінге жеке басына дара үй тіккен. Сөйтіп оны 40 күн сонда баптаған. Сонда қайнапкесі, туыстары, келін жеңгелері сонда күткен. Қайнатасының көзіне сәбиін алып шығып, баланың омырауында сүтіне көз тимесін, балаға көз тимесін деп үйде ұстаған. Бұл бір тазалық, ғұсылды таза ұстаудың бір ата-бабадан қалған үрдісі. Тіпті емізіп отырған омырауын көрсетпеу үшін істелген осы нәрселер. Бұдан басқа өзбек, ұйғыр, басқа да түріктектес, басқа да мұсылман қандас елдерімізде босанып келген келінді анасының үйіне жіберген. Сол анасының үйіне барған, сол үйде 40 күн анасы күтіп баптаған, шілде терін шығарған. Өйткені сол шілде тері шықпаса, ол ананың келешек денсаулығы дұрыс болмайды. Екінші бала дүниеге келтіргенде ауру болады. Міне сондықтан, құрметті бауырлар, егер жаңа бөлмеңіз тар болса, үйіңіз тар болса, үйіңізде қайын жұрттан адамдар болатын болса, бөтен шатын еркектер болатын болса, онда сол бөтен еркектердің көзі, ағайындардың көзі түспесін деп, олы арланбай-ақ, намыстанбай-ақ анасының үйіне жіберіп, сәбидің бір 40 күндік буыны қатайғанша, келіннің шілде тері шығып өзіне қайтып келгенше, адамнан адам шығу оңай дейсіз бе? Міне сондықтан осыны жасаған. Бұған қоса, қазіргі кейбір еркектердің әлсіз болғандығынан, қазіргі кейбір еркектердің білмейм жүректері нәзік болып кеткендіктен ба, жоқ әлде жүректеріне махаббаты сыймағаннан ба, әйелімен бірге бала босану үйіне қоса кіріп кеткісі келіп жүр. Онымен қоса ұялмай, сол әйелі босанып атса, оның қолын ұстап тұрып, қасының басын сипап тұрған еркектер бар. Бұл өлім сияқты бір ұят нәрсе. Ай бауырлар, саған толғату керек болса, Құдай беретін еді. Бірақ Алла тағала толғатуды саған бермесе, демек о нәрсенің саған қажеті жоқ деген сөз. Оны көретін нәрсе емес. Оны көргеннен әйелді жақсы көрем деп кеткен бұл ақымақ сөз. Әйелді біз онсыз да анамыз деп, бізді қарындасымыз деп, нәзік Құдайдың берген жаны деп құрметтейміз. Ал енді сол әйелімен бірге роддомның ішіне кіріп, әйелінің басын сипап тұру бұл еркекке харам, ұят болады. Енді ешкім жоқта бір айдалада, жолда, немесе сапарда толғақ ұстап қалған келіншекті толғатып босандырып алсаң бір сірә. Ана полиция қызметкерлері басқалар босандырып атыр ғой, Алла разы болсын, енді оны білу керек шығар. Бірақ енді саған, күйеуіне оның қасында тұру бұл ұят болады ағайын. Ұят болады. Сондықтан ондай жерге бармаңыз. Мұсылман адам ондай істі істемейді бауырлар. Әйелді құрметтеген адам онсыз да құрметтейді, ол нәрсені көрмей-ақ. Аллах Тағаланың елшісі пайғамбарымыз алейхиссалам адамды жерлеген кезде, дәл сол жерлеп жатқанда әйелдердің қабірге бармасын деген сөзі бар. Не үшін? Әйелдердің ол жерде істейтін жұмысы жоқ деді пайғамбарымыз. Яғни ол өте ауыр нәрсе. Жүректен жақынды апарып қара жердің қойнауына өткізу, бұл ауыр нәрсе. Бұны еркектің өзі әзір көтереді. Ал енді сол жерге әйел бармасын деген болса, тура сол сияқты босанып жатқан жерге еркек бармайды. Енді шығарып алуға, жаңағы той томалақ жасап, құрметтеп шығарып алуға бара бер енді. Ал енді туып жатқан кезінде толғатып, ана дүние мен мына дүниенің үстінде байғұс аналарымыздың жан дауысы шығып атқанда, қасына барып, сен талып, әйелің бір жақта талып жатпасын. Алла сақтасын.